D элементтердің конфигурациясын тез үйренгің келеді ма? Онда бері кел. ОБТда қолдануға рұқсат беретін тура бізде период кесте бар. Сол период кестедегі именно 4-ші периодта орналасқан, мына скандидан бастап мырышқа дейінгі D тура осы қатар бойынша 10D элементі берген. Тура сол 10D элементті осылай жазып аласың да, осылай. Барлығында бізде конфигурациясы мына жердеге дейін бәрінде бірдей. Яғни 3P 6-мен аяқталады ол бізде аргонмен. Тура сол жерге дейін барлығында бірдей жүреді. Енді қараңыздар, бізде ары қарай дұрыс жазу үшін мына жердегі конфигурацияның барлығының S-та 2 деген сан болады барын. 4S2 барлығында. Бірақ Chrome мен Cuprum-да ғана бір деген санды қоясыңдар, қалғандардың бәріне 2 қойып шығасыңдар мені. Бәріне 2 қойып шығамыз. Енді мына тұрған D-ларға біз не қоямыз десеңіздер, өте оңай. Мына жерге 1 қоясың, значит бізде мына жерде 12 деген сан бар. Мына жерге 2 қоясыңдар, значит ол жерде 22 деген сан бар. Мына жерде 3 қоясың, значит мына жерде 32 деген сан бар. Ал енді бізде 3-тен кейін 4 жоқ, сразу 5 болып кетеді. Яғни 51 дейміз мына жерде. Мына жерде бізде 5 болады. Әрине ол бізде 5-тен кейін тағы 5 болады, потому что өзінің реттігі бойынша келіп жатырмыз. Мына жердегі 6 болады, мына жерде 52, мына жерде 62. Келесі бізде 7 тұрады, яғни 72 болады. Келесінде біз 8 болады, яғни 82. Енді 9 деген жоқ, тура бана 4 сияқты, мына жерде сразу 10 болып кетеді. Яғни 101. Мына жерде тоже 10 болады, сонымен 102. Тура осылай жаттап аламыз. Тура осы периодтық жүйе сіздерде ОБТ-да беріледі. Тура осы қатармен жаттап аласыңдар. Жаңа алғашқысын жазу оңай, 3-6-ға дейін, қалғандарын 12, 22, 32, 51 деген сияқты қатармен жаттап алсаңыздар жетеді. Тек қана Chrome мен Cuprum-да ғана S-та бізде бір электроннан болады. Егер осы лайфхак саған ұнаған болса, лайк бас, және де Химбио таңдаған досыңмен бөлісіп қой.